Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге тәтті тізім. Бүгін мен сіздерге керемет қазақтың ұлттық тағамы жүгері көже дайындау рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттардың алдын ала дайындап алатын боламыз. Бізге керегі жүгері, тұз, айран. Ең алдымен жуылған жүгеріні ыдысымызға салып, үстіне су құйып аламыз. Су құйып болғаннан кейін оны 1 сағатқа қатты отқа қоямыз. 1 сағат қайнағаннан кейін оның үстіне тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып болған соң, оны суыға тағы да 1 сағатқа қоямыз. Суып болғаннан кейін, оның үстіне енді айранымызды қосамыз. Айранымызды әркім өз қалауынша қосуға болады. Мінеки, құрметті көрермендер, жүгері көжеміз осымен біздің жүгері көжеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымның алға жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий бөлігінде өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Подписаться батырмасын басып, сонымен қатар достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар.